Сәлем достар. Қалдарыңыз қалай? Біз бүгін осы 14-ші сабақтың тағы да ары қарай 5 сөзін жалғастырамыз. Так, біз алдыңғы сөзде каң деген, жаңа ғана, осы ғана деген сөзден аяқтағанбыз. Енді бізде кай шүе, кай бірінші сөз бірінші томен, екінші томен. Кай шүе, кай деген сөз әдетте өзі жалғыз ашу деген мағынаны білдіреді. Мысалы, кайдың сетті ашу, мысалы, мына жерде кай шүе болса оқу бастау. Мысалы, біз алдыңғы сабақта өттік дедік, каң жаңа, мысалы, каң кай шүе болса жаңа оқу бастау, каң кай шүе жаңа оқу басталды. Так, келесі сөз бізде йоу и ден ар. Йоу үшінші, и төртінші, ден үшінші ар. Йоу и ден ар. Сәл азырақ, аздап. Йоу и ден ар. Аздап, мысалы, ойу дер маң. Мысалы, жерде кейде иді қалдырып кетуге де болады. Йоу дер. Йоу и ден ар. Мысалы, сәл азырақ деп мағына қолданылады. Так, мына жерде ар деген сөзді білеміз ғой. Басында хыңы жоқ. Басында хың болатын болса, жи, неше, қанша деген мағынаны білдіріп кетеді. Ал келесі сөз бізде хайшы, екінші том екен, хайшы. Қазақша әлде, мысалы, таңдау мағынасында мынау ма или анау ма деген сияқты. Әлде қайсысы керек? Мысалы, кафе хайшы ча. Біз чай деген сөзді үйрендік қой, мысалы, ішу. Кафе. Қазір үйренеміз, кафе дегеніміз кофе. Кафе хайшы. Хайшы ча. Ча дегеніміз неменеді? Чай. Если мына кофенің орнына қазір біз енді оқимыз ғой. Кофенің орнына, мысалы, шуй. Шуй дегеніміз неменеді? Су. Шуй хайшы ча. Су ішесің бе, әлде шай ішесің бе деген мағынады, хайшы әлде. Таңдау мағынасында, Так, келесі кафе. Кафе дегеніміз кофе. Кәдімгі ішіп жүрген кофемізді қытай тілінде кафе деп айтамыз. Есімізде осында жазған кезде мына екі коды, мен сөздерді жазған кезде неге біріне-бірін қосып жазып кетпей, осылай сіздерге бірден-бірден көрсетем дегенде, жазылу тәсілі міндетті түрде біз есте сақтауымыз керек. Мысалы, кейін сіз бұлай жалғап жазған күннің өзінде де сіз қайтуыңыз керек. Орын тәртібін білуіңіз керек. Мысалы, мына кафеде мына жердегі мына екі коумен ортасындағы лей деген сөздің екеуінің ортасы қалай болу керек? Үсті бірдей болу керек. Өйткені бір квадраттың ішіне келу керек. Ал кафе дегендегі фей деген сөздің өзінде де мына жерде міне үш хыңды жаздық, үш хың, қарсысындағы мына үш хыңда қандай болу керек? Параллель бірімен бірі тұтас болу керек, бірдей болу керек. Алдындағы коумен мына хыңның үстіндегі биіктігі бірдей болу керек, Сол үшін жазған кезде сәл кішкене мен мынаны не үшін осылай жазып беріп отырмын сіздерге. Өйткені осы бірінші кітапты бітіргенше мен осылай жазылу тәсілдерін көрсетіп берем. Екінші кітаптан бастап біз жазылу тәсілін жазбаймыз. Өйткені біз бір кітаптың өзіне жазылу тәсілдерін үйренеміз. Қолымыз жаттығып болады. Сондықтан екінші кітапқа келген кезде біз жазылу тәсілдерін көрсетпейміз. Ол кезде сіздің өзіңіздің қолыңызда машығып шынығып болады. Так, кафе дегеніміз немен екен? Кофе. Кәдімгі ішетін кофе. Мысалы, жеріне кафе хайшы ча. Кофе ішесіз бе, әлде шай ішесіз бе деген сөз. Так, келесі бе дегеніміз бірінші томмен жазылып тұр. Қазақша стакан, қазақ тілінде ме, енді орыс тілінде стакан, кружка деген сөз ғой. Бей, бір кружка, бір стакан дейміз. Иби ча. Иби ча. Болатын болса, бір кружка чай. Иби кафе. Болатын болса, бір кружка кофе, бір стакан кофе деген сияқты мағынады. Так, түсінікті болса, бірінші мысалы бізде кай шүе оқу бастау. 有一点儿
azdap sal. Мысалы, 我有点忙 иә? мысалы, 我有一点儿忙. қай жерге жазсам екен? мына жерде шай дөшіре салайын, иә? бір кружка шай. мысалы, 我有一点儿忙. 我有一点儿忙. Маң дегеніміз не біледі? Занятой қарбалас. Мен сәл азырақ қандай қарбаласпын. Иә? Занятоймын. Қолым босамайды деген сияқты сөз. Иә? 有一点儿. Сәл азырақ деген. 还是 әлде. Иә? 还是 喝咖啡还是茶? Шай ішесің бе әлде кофе ішесіз бе? 咖啡 кофе. 杯 стакан. Иә? 开学有一点儿还是咖啡杯. Міне бұл 14-ші сабақтың тағы да 5 сөзі. Жақсы рахмет, сіздерге сәттілік тілеймін. 2. 生词经理好久啊马马虎虎最近刚开学开有点儿有一点儿点儿还是咖啡杯